Ассалаумағалейкум. Құрметті қазағиларымыздар, бүгін желтоқсан айының 1-і 2024 жыл. БЖБ мекемесі әдеттегі ереуілін жалғастыруда. Ұжымдық еңбек тауы. Еңбек тауы жалғасуда. Автотізбек түгел тұр. Міне ағайындар, өздеріңізге белгілі, биыл міне осы 1-ші желтоқсан, биыл желтоқсанның 16 желтоқсанда осы 13 жыл болады. 2011 жыл қайтқан боздақтардың қайтқан 13 жыл болады. Марқұмдардың имандары жолдасы болсын, жандары жанатта болсын. Осы еңбек тауы мен қанмен ашылған мекеме. Өздеріңіз көріп отырсыздар, өздеріңіз білесіздер, интернет желісінде көріп отырсыздар, куәсіздер. Міне қайтадан 13 жылдан еңбек тауы жалғасуда, еңбек тауы қайталанып отыр. Бұл жерде біздердің ойымыз, не үшін Қазмұнайгаз келмейді? Не себепті келмейді Қазмұнайгаз? Не 20 шақты күн болды. Осының артында бір сыр бар ағайындар. Қазмұнайгаз не үшін келмейді? Не үшін дөңгелек столға отырмайды халықпен? Неге қорқады олар? 1000 адамның алдына келіп, сендердікі заңды немесе заңсыз деп айтудан не үшін жалтарылып отыр? Әңгіме суда ағайындар, дұрыс түсініңіздер. Мына қалада өзек таратып отырғандар, дұрыс түсініңіздер. Өзенмұнайгазбен біздердің отырғымыз келмей отырған себебі содан. 1 жыл бұрын айтылған Өзенмұнайгазға ескертілген, Өзенмұнайгаз ескерген жоқ. Заңсыз деумен келді. Заңсыз болса не үшін прозрачно осылай тікелей эфирмен, тікелей түсірілімдермен неге отырмайды? Қазмұнайгаз не үшін келмейді? Әлде арттары боқ па, таза емес па олардың? Міне ағайындар, көріп отырсыздар. Міне сосын айтарым ағайындар, қаланың жастары, қаладағы жас балдар, менмін деген ер азаматтар, халқыңызға қарсы шықпаңыздар. Сондай бір өсектер, мынандай ұзын құлақтан әңгімелер келіп жатыр. Қаланың жас балдарын дайындап жатыр дегенде, бұл билік, жергілікті билік бола ма, жоғарыдағы билік бола ма, дайындап жатыр деген қауесет хабарларды естіп жатырмыз. Өз халқыңызға, жастарға айтарым, қарсы шықпаңыздар. Қаңтардағыдай керек емес. Таратамды әуре болмаңыздар. Еңбек тауы. Керісінше сіздер жиналып, жастар күшті болсаңыздар, Қазмұнайгазды алып келіңіздер. Қазмұнайгазды басшылық құрамын дөңгелек столға отырғызыңыздар мұнайшылармен. Сөйтіп бітімгершілікке келеміз. Олар келмей бітімгершілік болмайды. Таратыңыздар ағайындар, видеоны таратып отырыңыздар. Халық білсін, ел көрсін. Бізге де қан төгіс керек емес, Алла сақтасын. Желтоқсан айының 1-і 2024 жыл.